әжетханаға жалаңбас кірме. Бірде 4 шардиярдың бірі, Әбубәкір, дәретханаға кірсе, бұрышта қолында құрығы бар Іблис отыр екен. Әбубәкір: «Ей, малғұн, мұнда неғып отырсың?» деп сұрайды. Іблис: «Білмеуші ме едің? Тәңірмен араздасқанда маған баспана етіп дәретхананы берген. Мен өзімнің үйімде отырмын» деп жауап береді. «Қолыңдағы құрық не үшін?» «Кім дәретханаға жалаңбас кірсе, соның ақылын ұрлаймын. Ондайлардың ойы таяз, танымы қисық болады. Ақылы азайғандардың мал табуға кемдігі болмайды. Есесіне Құдаймен ісі болмайды. Олардың өлгенше иманын толтыруға осының бәрі кедергі болар» депті. Осы оқиғадан кейін Әбубәкір дәретханаға жалаңбас кірмеу жөнінде ел арасында үгіт насихат жүргізіпті деседі.